Ассалаумағалейкум. Қазір міне осы 3 ешкі күйге кеп тұр. Мына Нубика шыбыш и мына Нуби. Мына осы қоңыр Нуби. Одан соң мынау Занин. Мына Занин. Үшеуі қазір күйге кеп тұр. Мына құйрықтарын бұлаңдатып, қазір күйлеп тұр. Үшіншісі мынау. Үшіншісі мынау. Мына теке кішкентай лақты асылып жүр өзінше. Осы 3 ешкі қазір құдай қаласа. Осы Занин, мына Нуби и мына Нубика. Сол үшеуі қазір күйлеп отыр. Алла нәсіп қылса, мынау Евгений Базаркиннен сол линиядан алынған жаңа текемнен қашуда. Жас теке. Көріңіздер, текелігі де өте мықты. Құдай қаласа жақсы төлдер келеді деген ниеттеміз. Евгений Базаркин линиясынан. Өз ешкілер уже айналып жүр өздер. Шабышты бірінші жайға болайын деп жатыр ғой. Күйіп пісіп тұрды. Одан кейін мынау күйлеп жатқан. Кетті. Бір сатқы бар. Одан кейінгісі мына Занин. Теке өте жақсы теке. Мен теке лақтарымда өздерінше теке болып жүр, күйлеген ешкілерге асылып. Күйлеп тұрғаннан кейін үндемей тұр, әпсем жақындатпайды. Мына ешкі өте ірі, өте дәу ешкі. Мынау Нубика қысырға кеткен ешкі болатын. Өте дәу, өте мықты, өте жақсы ешкі. Одан кейін мына дәу Занин. Солар алғашқы күйлері солардікі келіп жатыр. Құдай қаласа, кейін лақтары шыққаннан кейін айтармыз. Енді қазір қашып жатса, где-то так. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Сол декабрь айларына, құдай қаласа төлдеу керек. Декабрь, январь айларына. Күйлеп тұр. Ешкілер өздері күйлеп, қасынан кете алмай тұр. Текенің. Мынау Аксельдің баласы. Ол да өзінше теке болып жүр. Менің баяғы Аксель текемнің баласы. Тайбада күйлеп тұр. Мынау тайбам. Мынауның анасы. Одан кейін Евгений Базаркиннен тағы да бір линия. Мынау бір линия Базаркиннің. Мынау текем, үлкен текем, ол екінші линия.